Сәлем балақай, әліппе сабағына қош келдіңіз. Әліппе сабағын бастамас бұрын, өткен сабақта қандай әріппен таныс болдық? Еске түсірейік. Б дыбысы және әріпімен таныс болғанбыз. Ендеше Б әріпіне берілген тақпақты бірге қайталайық. Ба, ата баба үмітін ақта. Ба, балқаш көлін сақта. Ба, балық жүзер суда. Ба, көлді таза ұста. Тамаша балақай. Ендеше келесі суретке назар салыңыз. Бұл суретте берілген не? Дұрыс айтасың, тамақ жейтін ыдыстар. Ал енді ыдыс сөзінде ең алғашқы дыбыс қандай дыбыс? Ы дыбысы. Ыдыс сөзін буынға бөліп көрейікші. Ыдыс. Неше буын? 2 буын. Келесі суретте берілген бұл шырын. Апельсин шырыны. Шырын сөзінде бүгін танысып жатқан біздегі ы дыбысы сөздің қай жерлерінде орналасқан? Дұрыс айтасың, сөздің ортасында орналасқан. Неше ы дыбысы бар? 2 дыбысы бар. Шырын сөзін буынға бөлейік. Шырын. Неше буын? 2 буын. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын құрайды. Демек сөзде 2 дауысты ы дыбысы бар. 2 буын құрап тұр. Келесі суретте берілген бұл не? Дұрыс айтасың. Қазақтың ұлттық аспабы домбыра. Домбыра сөзінде де бүгін біз танысып жатқан ы дыбысы бар екен. Сөздің қай жерінде орналасқан? Ортасында. Домбыра сөзін буынға бөлейік. Домбыра. Неше буын бар? 3 буын. Келесі суретте бұл кім? Қыз. Қыз сөзінде де бүгін біз танысып жатқан ы дыбысы бар. Сөздің қай жерінде орналасқан? Ортасында. Қыз сөзін буынға бөлейік. Қыз. Неше буын? 1 буын. Келесі суретте берілген бұл мысық. Мысық сөзінде неше ы дыбысы бар? Дұрыс айтасың, 2 ы дыбысы бар. Ал осы 2 ы дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Ортасында орналасқан. Мысық сөзін буынға бөлейік. Мысық. Неше буын? 2 буын. Мысық сөзінде ы дыбысы нешінші буындарда кездескен? Дұрыс, 1-ші буында да, 2-ші буында да ы дыбысы кездеседі екен. Келесі суретте бұл тауық. Тауық сөзінде ы дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Ортасында орналасқан. Тауық сөзін буынға бөлейік. Тауық. Неше буын? 2 буын екен. Тамаша балақай. Бүгінгі сабақта біз жаңа дыбыс ы дыбысы және әріпімен таныс боламыз. Ы дыбысы дауысты дыбыс. Ол әндетіліп, созылыңқы айтылады. Қызыл түспен белгіленеді. Бұл ы әріпінің баспа түрі, бұл жазба түрі. Төмендегі ы дыбысына берілген буынды сөздерді бірге оқиық. Оқымас бұрын қатарды нөмірлейік. 1-ші қатар, 2-ші қатар, 3-ші қатар, 4-ші қатар, 5-ші қатар. Әр буынды 3 реттен оқимыз. Дайын болсақ, бастайық. Т. 1-ші қатар, 2-ші буын. П. 1-ші қатар, 3-ші буын. Н. 2-ші қатар, 1-ші буын. Г. 2-ші қатар, 2-ші буын. Р. 2-ші қатар, 3-ші буын.
Л. Үшінші қатар бірінші буын. Ш. Үшінші қатар екінші буын. И. Үшінші қатар үшінші буын. Д. Төртінші қатар бірінші буын. С. Төртінші қатар екінші буын. Қ. Төртінші қатар үшінші буын. М. Бесінші қатар бірінші буын. Б. Тамаша балақай, әр буынды керемет оқып шықтың. Ал енді ы дыбысына берілген тақпақты бірге жаттайық. Ас бөлменің ыдысы, әрбір үйдің ырысы. Ырыс ынсап тең болсын, керек емес кең болсын. Тамаша. Тақпақты тағы да қайталап жаттап ала ғой. Келесі. Буындап оқу. Әр сөзді буындап оқу үшін қатардағы сөздерді нөмірлейік. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатар, алтыншы қатар. Әр қатардағы сөзді үш реттен оқимыз. Бірінші қатар, бірінші буын. Ыс. Бірінші қатар, екінші сөз. Тыс. Бірінші қатар, үшінші сөз. Қыс. Бірінші қатар, төртінші сөз. Мыс. Тамаша. Екінші қатар, бірінші сөз. Ыдыс. Екінші қатар, екінші сөз. Ырыс. Екінші қатар, үшінші сөз. Шырын. Екінші қатар, төртінші сөз. Мырыш. Үшінші қатар, бірінші сөз. Суық. Үшінші қатар, екінші сөз. Қасық. Үшінші қатар, үшінші сөз. Мысық. Үшінші қатар, төртінші сөз. Тауық. Керемет. Келесі төртінші қатар, бірінші сөз. Балық. Төртінші қатар, екінші сөз. Тары. Төртінші қатар, үшінші сөз. Шыны. Төртінші қатар, төртінші сөз. Ауыл. Бесінші қатар, бірінші сөз. Оқушы. Бесінші қатар, екінші сөз. Ойыншы. Бесінші қатар, үшінші сөз. Орманшы. Керемет. Алтыншы қатар, бірінші сөз. Балықшы.
ш. Алтыншы қатар екінші сөз. Қақпашы, қақпашы, қақпашы. Алтыншы қатар үшінші сөз. Домбырашы, домбырашы, домбырашы. Жарайсың балақай. Әр қатардағы сөздерді керемет буындап оқыдың. Үйде де дәл осылай буындап оқи ғой. Келесі. Ережеге назар сал. Әріпі Қ және П әріпіне біткен сөздерге жалғанса, Қ әріпі Ға, П әріпі Б әріпі деп өзгереді. Сондықтан сиқыршы деп аталады. Мысалға, төмендегі сөздерге назар сал. Тарақ, тарағы. Қ әріпімен аяқталған сөз Г әріпімен жалғасып, әріпі сиқыршы әріпке айналды. Келесі. Қасық, қасығы. Тауық, тауығы. Қайық, қайығы. Қап, қабы. Топ, тобы. Доп, добы. Аспап, аспабы. Ережеге сәйкес бірінші қатарда Қ әріпі Г әріпінен кейін әріпін жалғап алды. Екінші қатарда ережеге сәйкес П әріпі Б әріпіне айналады дейді, өзгереді. Яғни П әріпі Б әріпінен кейін әріпін жалғап, сиқыршы әріпіне айланды. Келесі тапсырмаға назар салыңыз. Әріптерін тап, суретке қарап әңгіме құрастыр. Әріпін табу үшін бізге қандай түсті қарандаш қажет? Қызыл түсті қарандаш қажет. Қызыл түсті қарандашыңды алып ал. Әдемі тұрған біздегі сөрелерге бірінші назар салайық. Сөрелерде бізде әріпі қай жерде жасырылған? Сағаттың сол жағына қарасам, әріпі жасырылыпты міне сөреде. Келесі, тағы да қай жерлерде жасырылған? Ыдыстардың арасында жасырылған екен. Тағы да мында ыдыстардың арасында әріп жасырылыпты. Бізде шкафтың есігінде де әріпі жасырылған екен. Келесі мұқият төменге түсіп қарасақ, мұнда да жасырылған екен. Мұнда да шкафтың есігінде жасырылған. Ал енді бері қарайық. Төменге түсіп қарайық. Қай жерде әріпі бар? Дастарханның үстіне қараңызшы. Ыдыстың ішінде қымыз сөзі тұр. Сол қымыз сөзінде де әріпі жасырылған. Мына үстелдің үстінде де әріпі тұр. Тағы да еденге қарасам да әріпі жасырылып тұр. Ойнап отырған қыздың көйлегінде де әріпі бар. Еденде де әріпі жасырылған екен. Қыз терезеге қарап қалса, терезенің пердесінің үстінде де әріпі жасырылған екен. Тағы да қай жерде әріпі жасырылған табылмай қалды. Мұқият қарап, қызыл түсті қарандашпен бастырып шық. Және де осы суретті әртүрлі түсті қарандашпен көркем етіп әдемілеп бояп шық. Бояп болған соң, отбасыңа осы сурет бойынша әңгіме құрастырып айтып бер. Келістік бе? Ендеше келесі тапсырмаға назар сала ғой. Әріптердің арасынан жасырынған сөзді тап. Ол үшін бізге қазір қызыл түсті қарандаш қажет. Тапқан сөзімізді сол қызыл түсті қарандашпен үстін бастырайық. Ыдыс сөзі табылған екен. Мұқият қарап шықсам, мында балық деген сөз тұр. Тағы да мұқият зер салып, реттілікпен қарап отырып келе жатсам, мұнда оқушы деген сөз жасырылыпты. Төменге түсіп келе жатсам, мұнда таныс ойыншық деген сөз жасырылыпты. Тағы да реттілікпен келе жатырмын, қайшы деген сөз жасырылыпты. Реттілікпен келе жатсам,
жылқы деген сөз жасырылыпты. Тағы да реттілікпен түсіп келе жатсам, қандай сөз жасырылған? Дұрыс айтасың, қасық. Тамақ жейтін қасық сөз жасырылыпты ғой. Келесі мұнда келе жатсам, вау, мұнда бізде ұлттық аспап домбыра деген сөз жасырылыпты. Мұнда барлығы осы жерде суретте бейнеленген. Ал енді келесі тапсырманы бірге қарайық. Бұл тапсырма әріпін көркем жазу. Ол үшін бізге қалам қажет және дәптерімді алып, бізбен бірге әріпінің элементтерін бірге жаза қой. Дайын болсақ, бірінші элементін жоғарғы сызықтан нүктелеп алып, төменге қарай ілмегілеміз де доғал жасаймыз. Екінші элемент астыңғы сызықтан жоғарыға шығып, төменге түсіп, ілмегілеміз. Екі элементтен құралады. Осы екі элементті бірге қоссақ, әріпінің кіші әріпі пайда болады. Дәптерде берілген әріпін әдемі көркем жаса қой. Келесі тапсырмаға назар салыңыз. Сымға дейін дыбыстық талдау жасап боя. Мынау берілген темір сым деп аталынады. Әріпінен бастап сым сөзін дыбыстық талдау жасаймыз. Көк және қызыл түсті қарындашын дайындап ал. Ең бірінші бізде с әріпі. С әріпі ол бізде дауыссыз дыбыс. Оны қандай түспен бояймыз? Көк түспен. Келесі с әріпінен кейін қандай әріп тұр? Бүгін танысқан әріпі. Әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен бояймыз. Келесі біздегі әріпінен кейін м әріпі. М әріпі қандай дыбысқа жатады? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Ол көк түспен боялады. Дәл осындай реттілікпен сым деген сөзді тауып, дыбыстық талдау жасап, мынау тұрған суретке апарып жеткізе қой. Жеткізіп болсақ, керемет. Балақай, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Дыбысы және әріпімен таныс болдық. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.